Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 10 сынып құқық пәнінен 4-ші тоқсанға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда бағалау спецификасы көрсетілген. Берілген нұсқа көп жауапты тест сұрақтары және қысқа толық жауапты қажет ететін сұрақтардан тұрады. Берілген жиынтық бағалау 4 тапсырманы қамтиды. Бағалау тапсырмасы сипаттамасы бойынша бөлім іс жүргізу құқығы негіздері халықаралық құқық бойынша болады. 4 тапсырма, орындалу уақыты 45 минут. Жалпы жинайтын балл шәкірт саны 25. Бөлімге берілетін балл саны 25. Бірінші тапсырмада мәтінмен танысып, азаматтық процестің негізгі міндеттері мен қағидаттарына байланысты сұраққа жауап береміз. Екінші тапсырмада Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексіне сәйкес кәмелет жасқа толмағандардың сот ісіне қатысуының ерекшеліктерін анықтап кестені толтырамыз. Үшінші тапсырмада әкімшілік процесс ұғымы міндеттері мен принциптермен байланысты түсініктердің анықтамасын жазамыз. Төртінші тапсырмада халықаралық ұйымдардың қызметін анықтаймыз. Ал құрметті оқушылар, онда тапсырманы орындауға көшейік. Бірінші тапсырмада мәтін берілген. Осы мәтінмен танысып, азаматтық сот ісін жүргізу міндеттері, азаматтар мемлекеттік және заңды тұлғалардың бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру азаматтың айналымында жария құқықтың қатынастары заңдылықтан сақтау, дауды бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесу, құқық бұзушылықтардың алдын алу мен қоғамға заңға және сот қызметпен қарауды қалыптастыру азаматтық сот ісін жүргізу міндеттері болып табылады. Азаматтық сот ісін жүргізудің негізгі қағидаттары: сот төрелігін тек қана сот жүзеге асыру, судьялардың ауыстырмайтындығы, тағайындау және сайлау судьяларының тәуелсіздігі және олардың тек заңға бағынуы, азаматтар мен сот алдындағы теңдігі, адамдардың ар-намысын құрметтеу, заңдылық, диспозитивтік, бәсекелестік, сот талқылаудың тікелей және қолданыстарына сәйкестігі. Нұсқасы: қазіргі таңда сот ісін жүргізу міндеттері толық деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Сіз осы пікірмен қаншалықты келісесіз? Жауабыңызды нақты 2 мысал арқылы дәлелдеп талдау жазу қажет. Екінші В. Шетелдік сенімділік деңгейі төмен баспа құралдарында қазіргі сот ісін жүргізу тәжірибесі көп жағдайда тараптардың теңсіздігі, судьялардың тәуелділігі және шектен тым саясилану жағдайынан өтеді. Ал Қазақстанда мұндай үдеріс бар ма? Сіз бұл пікірмен қаншалықты келісесіз, келіспейсіз? Екі жақты көзқарасыңызды жазып дәлел келтіріңіз. Ал енді талдап көрейік. Дұрыс жауап. Негізі мен толығымен келісемін бірінші нұсқа бойынша. Себебі қазіргі уақытта сот процесіндегі ашықтықты қамтамасыз ету үшін барлық жағдайлар қарастырылған. Мысалға, сот жүйесін жаппай цифрландыру жұмысын ерекше атап өтуге тұрарлық. Бұл өз кезегінде жемқорлықтың алдын алып, сот жүйесіне деген сенімділікті арттыруда. Бүкіл әлемдік сот жүйесінің банк рейтингісі бойынша Қазақстан сот жүйесі тәуелсіздік мемлекеттер достығы елдері арасында бірінші орында. Екіншіден, мен келіспеймін. Себебі баспа құралдарында нақты бір-екі фактор бойынша сот ісін жүргізудегі келеңсіздіктерді жалпылама жариялау арқылы көрсетуі мүмкін. Алайда Қазақстанда мұндай үрдіс жоқ деп санаймын. Себебі бүкіл әлемдік сот жүйесінің банкі рейтингісі бойынша біздің еліміздің сот жүйесінің беделі мен тәжірибесі жоғары бағаланған. Екінші тапсырмада Қазақстан Республикасының азаматтық процесс кодексіне сәйкес кәмелет жасқа толмағандардың сот ісіне қатысуын ерекше анықтап кезеге толтырайық. Мұнда жас ерекшелік 0-14 жас сот мүдделерін қорғайды. Егер 14 жасқа дейін болса, заңды өкілдері, прокурор қорғайды. Жас ерекшелік 14-18 жас болса, егер 14-тен 18 жасқа дейін болса, онда ата-аналары, заңды өкілдері немесе жеке өзі, яғни өз-өзін қорғау құқығы бар. Үшінші тапсырмада әкімшілік процесс ұғымы міндеттері мен принциптермен байланысты түсініктердің анықтамасын жазайық. Әкімшілік құқық процесс ұғымы мемлекеттік биліктің жүзеге асыратын орган, белгілі бір міндеттеме. Әкімшілік құқық қағидаттары қоғамдық қатынастардағы іс-әрекеттердің заңға сәйкестігі, кінәсіздік презумпциясы, кінәлаушы адам кінәлі адамның кінәлі екендігін сотта толығымен дәлелдемейінше кінәлауға құқығы жоқ. Әкімшілік процесс міндеттері іс жүргізу құқығында шығарылатын шешімнің толықтылығы, жүйелігі және ақиқаттылығы, сот процесіне қатысатын тараптардың мүдделері, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін қолданылатын жаза, белгілі бір субъект не объектін бақылау, қадағалау. Әкімшілік процесс өзге құқық салдарында іс жүргізудің айырмашылығы қандай? Әкімшілік құқық процесі мемлекеттік басқару саласындағы құқықтық қатынастарды реттейді. Сонымен қатар адам және азамат, заңды тұлғалар осы құқық саласындағы субъектілер болып есептеледі. Төртінші тапсырмада халықаралық қызметін анықтаңыз. Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық мәселелерді шешуде ынтымақтастық жүзеге асыруда мақсат еткен халықаралық ұйым. Еуропалық ынтымақтастық ұйымы саяси диалог үшін арналған халықаралық ұйым. ТМД тәуелсіз мемлекеттік достығы мемлекет болып табылмайды, және ол өзінің барлық мүшелерін егеменді негізделген.